Апа, қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі деген мағынасы не? Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі деген өзіміздің қазақ халқының ежелден келе жатқан қызға тән әдемі мақалының бірі. Сен ер жетіп, бой жетіп қалдың, ал қыз деген өсе келе әдемі болу керек. Бастысы қыз бірінші ибалы, көркем мінезді болу керек. Қыз орынсыз күле бермеу керек. Орынсыз көп сөйлей де бермеу керек. Сонымен бірге қыз өзінің үлкейген сайын ойындағы тазалығын сақтап, үсті басын ұқыптап, киімдерін таза ұстап жүру керек. Қыз сонымен бірге өзінің көркем мінезімен, әдемі ибалы қимыл қозғалысымен қосып, сонымен бірге өте білімді болу керек. Және өзіміздің қазақ халқының әдет ғұрпын бәрін бойына сіңіріп, жақсылап дағдыланып өсу керек. Міне қыз дегеніміз осылай әдемі болған сайын елдің, халықтың көркі болар.